Қайырлы күн, мен 74-ші мектеп гимназиясының ағылшын тілі пәні мұғалімімін. Бүгін сіздермен біздің мектепте жүргізілген Action Research жобасының қорытындысымен бөлісетін боламыз. Қазіргі таңда бізде осы жобамен айналысқан мұғалімдердің саны жылдан жылға артуда. Бұл жобаның артықшылығы біздің оқушыларымыз бен мұғалімдарымыз тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасап, өз жетістігін беруде. Сабаққа деген ұжым болып, сынып болып қалыптасуында көптеген өзгерістер алып келуде осы жоба. ШЭЯ жобасы арқылы іс-әрекетті зерттеу әдісін қолдану арқылы мектепте қиыншылықтарды анықтау үшін өте пайдалы болды. Себебі біз оқу жылының басындағы оқу сапасы төмен және де тәртібі жағынан қиыншылықтар бар сыныптармен жұмыс жасадық. Осы сыныптарда сабақ беретін және де ерікті мұғалімдер тобынан зерттеу тобындағы мұғалімдерден топ жасалды. Мұғалімдердің өз сабақтарына сын көзбен қарау арқылы және де бірлесе жұмыс жасау арқылы ынтымақтастықпен әр апта сайын кездесіп өз жұмыстарымызға кері байланыс беру арқылы мұғалімдердің кәсіби деңгейі өсті. ШЭЯ жобасы барысында мұғалімдердің кәсіби деңгейі өсуі арқылы мектептің дамуына үлес қосты. Мен осы зерттеу үрдісі бойынша 3-4 жыл болды біздің мектепте жұмыс жасап жатқанымызға. Ең бір үлкен өзекті мәселе оқушының сабаққа қызығушылығын арттыру. Бұл үрдіс тек қана ұстазды, мұғалімді кәсіби тұрғыда ғана өсіріп қоймайды, сонымен қатар шәкірттердің қарым-қатынасын жаңа бір деңгейлерге шығарады деп ойлаймын. Неліктен сіздің сыныбыңыз зерттеу сыныбына алынды? Былтырғы оқу жылы төмен көрсеткішпен аяқтады сыныбым 29-да 5%-бен. Пән мұғалімдермен сұхбаттасқанда тәртіп нашар болған, зейіндері төмен болған оқушылардың. Өзім байқағаным, оқушылар мұғалімдермен сұхбаттасуға, пікір алмасуға, шығармашылық креативті ойлармен бөлісуге дайын емес. Белсенділігі сабақтың үстіндегі 7-8-9 оқушымен шектелген, басқа оқушылар ойларын бөлісе алмай отыратын оқушылар көп болды. Сонымен оқушыларды ішкі мотивациясы болу керек деп есептеймін. Мен тіл маманы болғандықтан көп мысалдар айты сынып сағаттарында. Себебі сабаққа мақсаттау керек. Осы нәтиже берді. Сабақтан рахат алып, сабақ айтып, оның нәтижесін көрген оқушылар саны арта бастады. Биылғы оқу жылы білім сапамыз 45%-бен аяқтадық. Басында 29-да 5% едік. Бір үздік оқушым шықты. Екпінлер саны артты. Зерттеу жұмысымыз нәтиже берді. Сыныбымызда тәрбие жағынан көптеген мәселелер болды. Ұлдарымыз өте шулап, тәртіпсіз отырды, ал қыздар болса сабақ айтуға бір-бірімізден ұялдық. Мұғалімдер жиі кіру арқылы әртүрлі ойындар қосып, платформа қосып, топтық жұмыс арқылы біздің сабаққа деген қызығушылығымызды көтерді. Топпен бірлесіп отырып, бір-бірімізге деген ұйымшылдықты, жауапкершілікті сезіндік. Жылдың басына қарағанда, жылдың соңына көп өзгерістер болды.